Баршаңызға сәлем, Айшаның асханасына қош келдіңіз. Бүгін сіздермен құрамына аз ғана зат кететін табаннан дайындайтын боламыз. Сол үшін біз еленген ұнымызға тұз, шекер, дрожж, су қосып, қамырымызды илеп аламыз. Қамырымыз өте жұмсақ болу керек. Видеоны соңына дейін қарап, YouTube арнама тіркеліп, пікіріңізді қалдырып кетіңіз. Үстіне күнбағыс майын құйып, әрі қарай иықанғанша илеп аламыз. Иленген қамырымызды бетін жауып, 1,5 сағатқа ашытып қоямыз. Толық рецептін описаниеге жазып кеттім. Қолымызды майлап аламыз да, ашыған қамырымызды теңде 3 бөлікке бөлеміз. Зола жасалған қамырларымызды противендерге салып, бетін майлап қоямыз. Тағы да 15 минутқа тындырып қоямыз. Видео ұнаса, YouTube арнама тіркеліп, пікіріңізді қалдырып кетіңіз. Противенде көтерілген қамырымызды 20-25 минутта духовкада пісіріп аламыз. Астарыңыз дәмді болсын.